Қайырлы таң баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздің міне марафонымыздың 10-шы күніне де келіп жетіп қалыппыз. Осы уақытқа дейін біраз жұмыстарды жасадық. Ең бастысы бұл біздің өзімізбен жұмыс жасауымыз, өзімізді зерттеуіміз. Егер осы записьті көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде біздің осыған дейінгі сабақтарымызды қарап шығыңыз. Барлығы менің YouTube каналымда сақталған. Таңның құдіреті деген атты канал, Әсемгүл Қаматайқызы деген менің жеке каналым. Сол жерде барлығы сақталған. Енді сіздер бұл таңғы эфирға суларыңызды, қастарыңызға және блокнот пен қаламдарыңызды дайындап қойыңыздар. Ең бірінші біз суымызды аздап ішіп аламыз. Міндетті түрде мен қыздарға айтқан болатын сіздерге аш қарынға, біз таңертең тамақ ішкен жоқпыз әлі, аш қарынға жылы су ішеміз. Кейбір адамдар ыстықта ішеді дедім, бірақ мен өзім қалай қолданамын, солай сіздерге үйретемін. Жылы су негізі өте пайдалы. Кез келген науқастанып қалған жағдайда ауруларда су ішу керек деп айтады, көп ішу керек дейді. И соның ішінде міндетті түрде жылы суды айтады көбі. Жылы су өте пайдалы. Енді біз өзіміз әрі қарай біздің таңғы ритуалдарымызды жалғастырайық. Біз ең бірінші қазір тыныс алу жаттығуынан бастаймыз. Тұрып, қазір мен камерамды бұрайын. Әрбір жасаған әрекеттерімден ләззат алуға, сол бір әрекетті сезініп, дәл осы бір сәтте болып үйренеміз. Осы бір сәттен өзімізге энергия аламыз, өзімізге қуаныш аламыз. Соған үйренеміз. Міндетті түрде қыздар, ханымдар, осы сәтті сезінуге тырысамыз. Дәл осы сәтті. Қазір мен санап бастаймын. Кей кезде мен 15-16 деп кетіп қалам ғой. Кей кезде қыздар аңғарған шығарсыздар. Яғни мен сол бір сәттегі беріліп кетемін де, сол ұмытып кетемін санап атқан кездерімді. Сондықтан сіздерге айтып қойып жатырмын. Яғни дәл бір осы сәтті сезініп үйреніңіздер. Алып кеттік, бастаймыз. Дем алған кезде өздеріңізге бір қалай ыңғайлы денеңізге жайлы сезініп, денеңізді босаңсытып, дем тыныс алуға тырысайық. Алып кеттік. 1. 2. Егер сіз записьті көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде тұрып, бізбен бірге осы жаттығуды жасаңыз. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
15-ші рет сәл кідіріс жасаймыз. 15. Керемет. Менімен бірге жасағандарыңыз үшін рахмет. Әрдайым айтамын, тыныс алу жаттығуына ешқандай шектеу жоқ. Кез келген уақытта, кез келген жерде, тек қана 15 рет емес, қанша рет жасағыңыз келеді, жүрегіңіз қанша қалайды, тәніңіз қанша қалайды, сонша жасауға болады. Оның ешқандай зияны жоқ ағзаға. Сіз кез келген уақытта терең тыныс алған кезде, мынау ішіңізге оттегін көп жібересіз де, ішкі біздің ағзаларымыз оттегімен қанығады. Біз былай жай демалып отырғанда мұрынмен мынау біздің өкпеміздің тереңге дейін, ішімізге дейін бармайды бізде ауа. Ол кезде біз жеңіл кіреді, жеңіл шығып кетіп отырады. Сондықтан әдейілеп арнайы тыныс алу жаттығуын жасау адам ағзасына өте пайдалы. Оны өздеріңіз кейін біраз уақыт жасағаннан кейін ақырын сезесіздер. Ол адамның ағзасынан. Содан кейін тыныс алудың өте түрлері көп. Мысалға мен өзім кей кезде мынандай тыныс алу жаттығуларын жасаймын. Былай жасайсыздар. Оны да көрсетіп жіберейін сіздерге. Бұл ана кеудеңізде қақырық жиналып, ауырып жүрген кездер болады ғой. Кеудемізде қатты бір қақырық жиналып қалған кездерде, мынау демалған кезде, ауаны ішке жұтқан кезде иығыңызды көтересіз былай. Осылай 10 рет жасауға болады. 10 рет жасайсыз. Осы бір позицияны иығыңызды көтересіз. Міне осылай жасайсыз. Содан кейін келесі 10 ретті бір иығыңызды көтересіз. Мысалға, оң иығыңызды көтересіз. Міне осылай жіберген кезде ауаны сыртқа шығарып жібересіз. Осылай 10 рет жасайсыз. Әрі қарай келесі, яғни түсінікті, сол иығыңызды көтересіз. Міне осы жаттығуды 10 реттен 30 рет жасауға болады. Сол кезде мынау сіздің ішкі ағзаңыздағы өкпеңіздегі барлық жабылып тұрған біздің ауа кірмей тұрған жерлеріміздің барлығына ауа кіреді. Шықпай тұрған қақырықтардың барлығы шығады. Осы техниканы да қолданып көріңіздер. Мен бұл техниканы коронавирус кезінде пайдаланғанмын. Өте сол кезде тыныс алу жаттығулары естеріңізде болса, өте кеңінен тарады. Адамға сондай тыныс алу жетпей, коронавируспен ауырған кезде. И сол кезде тыныс алу жаттығу керек болды. Жасанды түрде емес, өзіміздің табиғи түрде осылай тыныс алуымыз. Жақсарту үшін ағзамызды барлығын. Сол кезде мен осыны жасап бастаған болатынмын. Ең бірінші бұны маған өзімнің бір гинекологым болды. Сол кісі маған айтқан болатын. Әйел адамдарға білесіздер ғой, ауырып қалған кезде тұмауратып, дәрі ішуге болмайды, көп жағдайларда ешқандай дәрілер дұрыс іше алмайсың. Сол кезде ол кісі маған айтты: сіз просто тыныс алу жаттығуын өте жиі жасаңыз деп. Сол есімде менің бір керемет бір жасап бастаған кездерім сол аяғым ауыр болған кезден басталды. Ол менде 2021 жылдар болды. 20-шы жылдардың ортасынан бастап. Міне осы кезден бастап мен осы тыныс алу жаттығуын ерекше мән беретін болдым. Себебі шын мәнінде мен тұмауратып қалған кезде ештеңе іше алмадым. Сол кезде осы тыныс алу жаттығуын қайта жасай бердім. Сол кезде ол маған өте көмектесті. Пайдасы зор деп ылғи айтамын. Келесі біз әрі қарай суларыңыз дайын болса, ішіп алыңыздар суларыңызды. Келесі біздің энергиямызды көтеретін ояну техникасын қазір жасап жіберейік. Кеше жасаған жоқпыз. Бүгін жасап жіберейік. Дайын болсаңыздар. Айгерім ханым қосылыпты, қайырлы таң. Көргеніме қуаныштымын сіздерді. Енді ояну техникасын жасаймыз. 3 мәрте 50 реттен. Дайынсыздар ма? Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Бірінші рет өте оңай жеңіл жасалады. Немесе менің уже организм үйреніп қалды ма, өте оңай жеңіл жасалған сияқты. Ал келесі екінші мәрте кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Қолымыздан келді. Тоты ханым қосылыпты. Қайырлы таң. Көргендеріме қуаныштымын сіздерді. Әрі қарай кеттік. Келесі. Соңғы мәрте тағы да 50 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ура! Қолымыздан келді. Яғни мен кейде айтам сіздерге, жасаған кезде былай тік жасаңыздар. Яғни біздің жауырынымыз бір-біріне тиіп, қозғалып тұру керек. Бұл осанкамыздың түзу болуына арналған. Бір оқпен екі қоянды атамыз. Суларыңызды ішіп алыңыздар. Әрі қарай біз өзімізді фокусымызды 3 арманымызға қоямыз дедім. Осы айда біз 3 арманымызды жазып жүрміз. Блокноттарыңызды ашып, өздеріңізді маңызды деген 3 армандарыңызды жазып шығыңыздар. Дәл осы шақта қазір осы энергиямен көтерілді, кәдімгідей сезесіздер, өздеріңізде энергияларыңыз ояндық. Осы энергиямен барлық жұмыстарымызды бастап кетеміз. 3 армандарыңызды жазыңыздар. Арман демекші, менің кеше құттықтап қойсаңыздар болады. Менің бір кеше үлкен бір арманым орындалды. Осы Instagram парақшамды жүргізіп жүргелі, менде 1000 подписчикке жеткім келеді деген бір арманым болған еді. Өйткені мен үнемі бір 500, 600, 700 маңайынан аса алмай қалатынмын. Мен осы соңғы 4 айда өзім кәдімгідей қарқынды жұмыс істедім өзімнің подписчиктеріммен, яғни оларды осылай таңға ерте тұру марафондарын ұйымдастырып, түрлі посттар салып, кәдімгідей жұмыс істедім. Яғни мен осы 1000 подписчикқа жетсем деген ойым жылдың аяғына дейін жеткім келеді деп өзім армандап жазған болатынмын. Аллаға шүкір, міне кеше менің сол бір арманым орындалды. Әлі ештеңе жазып үлгерген жоқпын. Instagram парақшамда алла жазса жазамын бүгін. Өте бір сол бір сәт орындалды кеше. Сосын орындалды да өзім былай ойлап отырмын. Осы бір сәтті күттім ғой мен деп, сосын өзіме кәдімгідей ерекше бір сезім сыйладым. Сол бір сәтті сезінуге тырыстым. Осы күткенімді, сол бір сәтті, сол сәт орындалғанда, рахмет Гүлнұр ханым, сол бір сәттің орындалғанын кәдімгідей күткенімді, сосын орындалған сәттен өзіме қуаныш сыйлап, кәдімгідей ләззат алуға тырыстым. Оның барлығы былай қарап тұрсақ, күнделікті өмірде біз аңғармай қалады екенбіз. Күнделікті өмірде мысалы қар баласпен кешемен күні бойы балалармен үлкен баламды стоматологқа бардым. Онда кіші қызды қалдыратын ешкім болмады. Барлығы сүйреп сонда бардым. Сөйтіп жүргенде мына қар баласы уақытта біз өзіміз сондай бір армандарымызды аңғармай қалады екенбіз, қалай сезінбей қалады екенбіз орындалған кезде. И соны өзім кәдімгідей сезініп, өзіме ерекше бір сезімде болуға тырыстым. Сол бір сәт есімде сақтап қалуға тырыстым. Алла қалап, міне осы бір еңбегімнің арқасы деп ойлаймын. Мен бір видеом, энергия туралы бір видеом өте көп просмотр жинады.
алғаш рет менде сондай көп просмотр жинаған және лайк көп басқан видеом болды. Таңда энергия беретін 5 әдет деп мен жазған болатынмын. Яғни өте пайдалы ақпарат ол жерде шын мәнінде. Көп адамдар ойлайды ғой, адамдар таңда ерте тұрып неме істейді деп. Сол сұрақтарға мен жауап берген болатынмын. Сол сұраққа. И сол ең бірінші рет сол видеомдан сіздің 100 лайк қойды деп соған видеодан сообщение келгенде маған инстаграмнан, мен ойладым, мен видеомнан 100 лайк қойыпты деп, маған сондай прямо необычный болды да сол кезде. Ал қазір енді өткенде содан кейін бір жұмадай ма уақыт өткеннен кейін сіздің сол видеоңызға 500 лайк қойылды деп сообщение келді. Мен шокта болдым, мен видеом күшті атты деп. Шын мәнінде ол қазір ол 700 лайк па, 701 лайк жинады. Яғни адамдарға сол видеоның кәдімгідей пайдалы болғанын мен көріп тұрмын. Ол қыздар, кейбір қыздар ремиксті жасапты, менің видеомды пайдаланып, өздеріне салалады ғой, ремикс жасап. Яғни отметка қояды, мен мына кісінікін пайдалы ақпарат деп бір қыз салып қойыпты. Мен ойлап жатырмын, шын мәнінде адамдарға бір керемет пайдалы ақпарат болған екен деп. Сондай бір форматта әлі де болса, сол пайдалы ақпараттар салуға тырысамын. Яғни біз сол энергия тақырыбын бүгін жалғастырамыз. Сол энергия тақырыбы бізде қозғалды. Жаңа мен сіздерге айтқаным видеомдағыдай, энергияның ең басты көзі қайда? Жалпы осы сұраққа жауап бергім келіп тұр. Біз әлі неміз жазған жоқ, біз қазір әрі қарай жалғастырамыз. Арман деген тақырыптан өтіп кеттік энергияға. Яғни біз армандарымызды жаздық қой жаңағы. Бірінші жазып аяқтап алайық, кешірім сұраймын. Жазып аяқтап алайық, сосын күнімізге жоспарлайық. Кешегі күнгі нені жасамадыңыз, нені жасадыңыз, соған бірінші отметка қойыңыз міндетті түрде кешегі күнгі жоспарымызға. Содан кейін сіз өзіңіздің нені жасамағаныңызды барлығын көресіз. Яғни оған қандай себеп болғанын өзіңіз сезіп тұрасыз ғой, не себепті сіз оны жасай алмай қалдыңыз. Сосын келесі күнге, бүгінгі күнге жоспарлаймыз. Жалпы сіздерден мен сұрағым келеді. Күнді жоспарлаған кезде кімге қалай ыңғайлы? Мысалға, кей кезде адамдар таңертең ерте тұрып, қағаз жазуға отырғылары келмейді, отырғылары жазып отыруға уақыттары болмай қалуы мүмкін. Сол кезде кейбір адамдар кешке қарай жоспарлайды. Егер ыңғайлы болса, сол методты да қолданып көріңіздер. Кешке жатар алдында осы бір күніне анализ жасайды да, ертеңгі күнге, яғни күнімізге анализ жасағанда кешегі жоспарлағандарымызды орындадық па, орындамадық па деп соны қараймыз ғой. Қаншалықты орындалды, қаншалықты орындалмай қалды. Соған анализ жасайды да, келесі күнге жоспар құрып қояды. Сіздер жоспарларыңызды ақырын жаза беріңіздер, мен айта берейін. И сол кезде олар таңертең тұрған кезде сол жоспарларын уже біліп тұрады, неме істейтіндерін біліп тұрады, көз алдарында тұрады. Ал мен өзім негізі жоспарымды таңертең жатам. Кешке қарай жобамен былай жобалаймын, не жасалды, не жасалмады, галочка кешке қарай қоямын. Кей кезде ұмытып кетсем таңертең қоямын галочканы. И сол кезде сіз біліп отырасыз. Нені сіз жасай алдыңыз, неге үлгердіңіз, неге үлгермедіңіз, үлгермегендеріңізді келесі күнге қосасыздар. Оны әрі қарай жасауға, егер ынталы болсаңыз, оны әрі қарай жасауға ұмтыласыз. Жалпы күнді жоспарлау деген тақырып өте керемет тақырыптардың бірі. Көп адамдар өздерінің күндерін жоспарлай алмай, уақыттарының қайда кетіп жатқанын білмей қалады. Яғни контроль жоқ та, өздерінің уақыттарына контроль қоймайды. Сондықтан күнді жоспарлауды қолға алған дұрыс. Кез келген табысты адамдар, бай адамдардың барлығы күндерін жоспарлап өмір сүреді. Яғни олар энергияларын біліп отырады, қай жерге жұмсайтындарын, қай жерге кететінін. Күн жоспарлаған кезде олар четко біліп тұрады, не істейтіндерін бүгін. Мысалға біз жоспарламасақ қалай болады бізде? Біз оны миымызда сақтап аламыз. Миымызда сақтап аламыз да, сосын жүреміз. Мынаны істеу керек еді, мынаны істеу керек еді, мынаны ұмытып кеттім ғой деген сияқты бізде ойлар жүреді да. Көп бізге кедергі жасайды. Ол бізге жаңа мүмкіндіктерді көрсетпейді көруге. Біз күнделікті күйбің тірлікке кіріп кетеміз, сонда ойлардан арылмай қаламыз. Тамақ пісіру деген сияқты, не істеймін деп, не пісірем деп, сондай бір ойлардан арыла алмай қаламыз. Әрі қарай өздеріңіздің жетістіктеріңізді түртіп алыңыздар.
кешегі күні қандай жетістікке жеттіңіз? Соны жазып шығыңыз. Кешегіңгі күні жеткен жетістіктеріңіз. Қазір жаңа жыл мерекесі келе жатыр, баршамызда. Алла жазса, соған дайындық басталады көп адамдарда. Сол жаңа жыл мерекесінде тәтті торт пісіріп үйренгіңіз келіп жүр ме? Немесе пирог пісіріп үйренгіңіз келе ме жаңадан, мысалға. Көп адамдар сондай бір елеулі мерекелерде сондай бір мақсаттар қояды. Мен осы мерекеде соны істеймін деген сияқты. Сондай мақсаттар болса, міндетті түрде істеу керек. Кейін қалып қойған жағдай болса, ол сіздің энергияңызды алады. Мен істеймін дедім ғой, неге істемедім деген сияқты өздеріңізде ішіңізде бір ойлар пайда болған кезде сіздің энергияңыз сол жаққа қарай сливаться етіледі. Жалпы кез келген бізге келген идея, мысалы ойымызға идея келеді, соның орындалуы 48 сағаттың ішінде деп айтады ғой. Егер 48 сағаттың ішінде сіз соны орындап бастасаңыз, мысалға әрекет етіп қандай да бір, яғни ол сіздің идеяңыздың 80%-ға орындалуы мүмкін. Кәдімгідей 80% мүмкіндігі бар орындалуына. Ал егер 48 сағаттан асып кететін болса, онда керісінше, оның уже орындалмай қалуы мүмкін. Ол жоспарыңыздың, сіздің идеяңыздың бір келген. Менімше бұл осындай бір методты ойлап тапқан адамдар 48 сағат ішінде дегенді. Яғни бізді адамдар мысалға идея келген кезде бірден әрекетке көшіп кету үшін қолданған пайда ойлап тапқан ғой былай. Яғни жүре бермей, бірден 48 сағат дегеніміз, яғни 2 күн ғой, 2 сутканың ішінде, яғни 2 сутка кейбір 72 сағат деген де бар. Сол уақыт аралығында сіз уже әрекетке кірісіп кету керексіз деп көрсетеді. Сол үшін ойлап табылған. Жақсы, мен сіздерді жетістіктеріңізді жазып шықты деп ойлаймын. Егер сіз записті көріп отырған болсаңыз, сізді міндетті түрде қолыңызға блокнот пен қағаз алып, өзіңіздің жетістіктеріңізді жазыңыз. Бұл не үшін керек? Бұл біздің өзімізге деген сенімділігімізді арттыру үшін керек. Яғни біз өзіміздің қолымыздан нені жасай алатынымызды кәдімгідей көріп, миымызға сендіру үшін керек. Мынау міне менің қолымнан келеді деп. Жақсы, әрі қарай жаңағы энергия тақырыбын жалғастырайық. Менің видеомда өзім айтып өткендей. Рахмет, Айгерім ханым. Көп рахмет. Ол туралы бүгін әлі арманымның орындалғаны туралы бүгін Инстаграмда жазамын стористі. Энергия бұл бізге қайдан келеді? Ең басты осы адамдардың ойланатын, немесе өздерімізде энергиямыз бір кетіп, шаршап, шалдығып жүрген кезде біз энергияны қайдан аламыз? Энергияны біз ең бірінші көзі, энергияны жалпы біз адамбыз ғой. Біз адам болғаннан кейін Алла тағала бізді солай жаратқан. Бізге не керек? Ұйқы мен тамақ керек. Ең бастысы адамға керегі осы, біз ауамен тыныс аламыз. Егер біз ұйықтамасақ, тамақ ішпесек, біздің ағзамыз қалай деп, оған қарсы тұра алмай қалады. Біз жүре алмай қаламыз, жатып қаламыз, біздің өмірге мынандай құлшынысымыз болмай қалады. Бұл өзіміздің адамдардың Алла тағала өзі беріп қойған, сонда Алла тағаланың бізді өлтірмеу үшін, біз тірі болу үшін жасап қойған несі. Ештеңеден бөліп, оны ажыратып біз қарай алмаймыз. Ұйқы мен тамақты. Жалпы ұйқы маңызды, білесіздер, біз ерте тұру үшін, осы марафон барысында көп адамдардың, көп әйелдердің қателігі, олар ойлайды, мен ерте тұрып кете аламын дейді, бірақ ерте жатпайды. Ерте жату деген ол біз 10:30-11 кезде, енді кеш дегенде. Бірақ шынымды айтсам, мен де енді біраз уақыттан бері таңертең ерте тұрып жүрмін ғой, менде автомат түрде болып жатыр көп жағдайда ояну. Бірақ мен мысалға болып қалады кейбір сәттер, мен кеш жатып қаламын. 12-ден аса сол кездерде жатып қаламын. Енді будильникқа сенеміз ғой, кей кезде будильник бізді ояту үшін. Бірақ организм кәдімгідей өзі үйреніп алады.
Сондықтан ерте тұрған кезде, ерте тұру үшін міндетті түрде ерте жату керекпіз. Яғни сіз ол басында сіз білмейсіз қалай екенін, иә, сіздің ағзаңыз үйренбеген кезде сіз ерте тұра алмай қаласыз таңертең. Ал сіз біз сияқты үйреніп алған кезде сіз қаншада жатасыз, мейлі бір 2-де жатасыз ба, 1-ден аса жатасыз ба, сіз бәрібір ерте тұруға, таңертең ерте тұрып кете аласыз ондай кездерде. Мысалға өзімізде болады, мен балаларым ауырған кезде түні бойы жылап, мысалға болып қалады ғой өзімізде. Сондай кездерде сіз ерте тұра аласыз. Уже сіздің организміңіз үйреніп алады оған. Сондықтан осындай марафондар, біреулер жаңа бір әдет қалыптастырғыңыз келсе, көп қылсаңыз бір марафон ұйымдастырып жатқаннан, иә, кез келген мысалға арықтауға болсын, кез келген марафондар болады ғой, ақша тартуға болсын, қазір көп ондай марафондар, сондайларға мүмкіндігінше қатысып тұрған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол сіздің өзіңізге қосымша энергия аласыз. Яғни сіз өзіңізге өзіңіз принцип қалыптастырып аласыз ғой, мен мына қатысам дейсіз да, сіз өзіңіздің басқа жұмыстарыңызды реттеп тастап, анау марафонға да қатысып үлгеру үшін. Адамдардың көбі осы уақыт жоқ деп жазып жатады, өздеріңіз көресіздер. Қыздар көбі жазып жатады, уақытым жоқ деп айтады. Бірақ мен өзім ойлаймын, жалпы егер адам уақыт тапқысы келсе, кез келген уақытын таба алады. Бұған ең басты ниет керек, ең бірінші күні біз айттық қой, ниетіміз. Ең басты ниет керек. Сізде мына жерде желанияңыз болу керек. Сондай бір өзгерем дегенге, таңертең ерте тұрам, мен осылай өзімді өзім қолға алам, армандарым бар менің, мақсаттарым бар менің деп, сіз өзіңізді сондай бір ниеттену керексіз. Сіздің ниетіңіз, егер сіз өзіңізге миыңызға солай айтсаңыз, мен солай істеу керекпін деп, сіздің миыңыз соған көнеді. Яғни біз өзімізге жаңағы айтқандай бірінші ең басты энергияның көзі ұйқы мен тамақ. Ұйқы нормадан көп болмау керек, ұйқы немесе аз болмау керек. Біз аз болған кезде де энергиямыз шаршап, энергиямыз болмай тұрамыз. Ал шын мәнінде көп ұйықтап кетсек, ол кезде де біз минусқа кетіп тұрамыз. Энергиямыз 100% болып тұрмаймыз. Яғни біз 80% болып тұруымыз мүмкін. Энергиямыз таңертең ұйықтаған кезде толысады ғой біздің энергиямыз. Адам дем алады, бүкіл ағзалары дем алады. Сол кезде біз көп ұйықтап қойсақ, сол кезде біздің энергиямыз керісінше толмай тұрады энергиямыз. Біз сол шаршап, соған энергиямызды құртып жібереміз. Сол тұрған сәтте, шаршап тұрған кезде энергиямыз түсіп кетеді біздің. Сондықтан әркім адамның нормасы әртүрлі. Кей адам 5 сағат ұйықтағанда, ол ұйқылары қанып, кәдімгідей күнделікті жұмыстарын жасап жүре бере алады. Ал кейбір адам 6 сағат ұйықтайды, кейбіреулер 7 сағат ұйықтайды. Оны сіз өзіңіз зерттейсіз дедім. Бірінші күн айтқан болатынмын. 2-3 күн айттым, яғни өзіңізді өзіңіз зерттейсіз. Неше сағат сіз ұйықтай аласыз? Bir күн 5 сағат ұйықтап көріңіз, бір күн 6 сағат ұйықтап көріңіз. Қалай сіздің ағзаңыз оған әсер етеді? Сол ұйқы, сондай шыншалықты ұйқыға. Соны өзіңіз зерттейсіз. Және де осы марафон барысында мен айттым, таңда ерте 5-те тұратын қыздар міндетті түрде түскі уақытта бір 30 минут, 40 минут демалып алу керек. Ол мүмкін ұйқы болсын, немесе ұйқы болмаса, сәл бір көзіңізді жұмып, жатып демаласыз. Жай ғана тыныштықта. Бұл сіздің ағзаңыз үшін өте керек. Яғни сіз энергияңызды әрі қарай өзіңізге толтырасыз. Сол бір тыныштықта жатқан кезде өзіңізге кәдімгідей энергия толтырасыз. Тамақта дәл солай. Энергияны біз тамақтан аламыз, бірақ тамақ бізде көп болып кеткен кезде көп тамақ жеп кетеміз ғой. Тойып аламыз мына жерімізге дейін, тойып алған кезде біз шаршап қаламыз. Шаршап қалған кезде, яғни біздің энергиямыз тағы да минусқа кетеді. Біз шаршап, кеше жата тұрайын деп жалқаулыққа салынып кетеміз. Сосын жатқаннан кейін долго жатып қалуымыз мүмкін, ұзақ уақыт, біздің уақытымыз кетіп жатады. Ол уақыттарда біз мысалы өзімізге пайдалы әрекеттерді жасау керекпіз. Сондықтан көп тамақ жеудің қажеті жоқ. Енді бізде болады ғой, біздің қазақтардың тойларында біз тойға барамыз да, тойып аламыз, салатқа, бәріне бір күнде, бір жарты күннің ішінде сондай бір организмға біз өзімізге нагрузка жасаймыз.
яғни біз тамаққа да көңіл бөлу керекпіз, аз-аздан үздіксіз деп айтып жатады. Яғни ол біздің режиммен, күніне 5 рет тамақтану деген режимді ұстанатын адамдар да бар. Яғни таңғы асыңызды, түскі асыңызды, сосын түске дейінгі бір жейтін асыңыз, түскі ас, сосын түс пен кешкі астың аралығында ішетін тамағыңыз, содан кейін кешкі ас. Міне осындай бір режиммен өзіңізге өзіңіз қалыптастырып аласыз. Яғни біз тамақты жегеннен кейін, мынау Мақпал Карибжанова деген блогерді мен тыңдаймын, өте күшті, керемет айтады, энергияға байланысты, денсаулыққа байланысты. Сонда Мақпал айтады, былай деп айтады: сіз өзіңіз тамақ жеп отырамыз ғой, біз тамақ жеп жатамыз, и сіздің чувство болады сондай, как будто уже тойып қалған сияқты әсер етесіз. И сол кезде тоқтау керек дейді. Сол кезде тоқтау керек. Яғни сіз уже 80% ғана, біз 100% тойып тамақ жемеу керекпіз. 80%-ын ғана жеу керек екенбіз. Яғни сіз чувствоңыз болған кезде, сезіміңіз, мен все тойып қалдым деген сияқты. И сол кезде біз уже тамақ жеуді тоқтату керекпіз. Ал бізде көбінесе біздің психология бойынша, біздің қазақтардың менталитеті бойынша біз ондай сезімдерді кейде сезінеміз, бірақ ол кезде тоқтамаймыз. Мүмкін білмейміз, білмегенде шығармыз бұрындары. Ал қазір енді сіздер білесіздер, мен де сол бір сезімімді былай пайда болған кезде қағып алуға тырысамын. Яғни мен уже тойып тұрмын, значит, мен уже маған норма бітті деген, тоқтау керек деген сөз. Сол кезде мен тоқтатып өзімді, яғни біз 80% тамақтандық қой, сосын әрі қарай энергиямыз біздің толды, яғни біз тағы да бір 5% энергия алдық өзімізге, күнделікті біз 100% энергиямыздың үстіне. Сосын әрі қарай үздіксіз, аз 2-2,5 сағаттан кейін, мысалы, тағы да бір кішкене, мысалға, ірімшік немесе фрукты бірдеңе жеп ала аламыз. Яғни әрі қарай тағы да кішкене біздің энергиямызға энергия қосамыз. Яғни үздіксіз, осылай азадан үздіксіз жеген дұрыс. Негізі бір рет тойып алып, мына біздің ағзамызға нагрузка түсірмеу біздің. Және Балқия ханымда бір айтатын сөзі бар, сол кісіні мен айтқанда шын мәнінде солай екен-ау деп ойлап қалған болатынмын. Ол кісі айтады, тамақ жеген кезде, мен телефонның зарядкасы азайып қалыпты. Тамақ жеген кезде, мынау дәмін сезініп тамақтың толық шайнау керек. Баяғыда әжелеріміз айтатын, 32 тісің болса, неше тісің бар, сонша рет шайнау керексің деп. Біз баламыз ғой, 32 рет десе, 32 рет былай шайнап, сол кезде майда болады ғой аузымыздағы тамағымыз. И солай жұту керек екенбіз. Ал біз асыққан, жанталасқан кезде не істейміз? 1-2 рет шайнай саламыз да, жұтып жібереміз. Сол кезде біз мынау ағзамыздағы асқазанымыз ол тамақты ұзақ уақыт қорытады екен. Яғни оның асқазанымызға біздің күш түседі. Және де мына таңғы ас ішкен кезде көбінесе болады, мысалы, жұмыртқа қуырамыз ғой, жұмыртқа қуырып жеген кезде жұмыртқаның мына қытырлақтары болады ғой, қатып қалған кездері, жерлері. Сол қытырлақты да адамдар жеп қояды. Сол бір айтқан сөзі Балқияның маған өте ұнады. Сол қытырлақ, мысалға, қатты ғой, былай қарап тұрсаңыз, оны сіз до конца, мысалы, көп шайнамайсыз, бір кішкене шайнайсыз да жұтып жібереміз, біз асқазанға. Яғни ол асқазанымызға барған кезде сол қытырлақтар асқазанның сол қорытуына өте бір кері әсерін тигізеді екен, өте ауыр тиеді екен. Біз оны ойламаймыз, Мен енді сол Балқияның біраз болып қалды, бір 2 жылдай болып қалды. Сол бір әңгімесін тыңдағаннан кейін, мен тіпті сол жұмыртқаның қытырлағын жемейтін болдым. Жалпы мен өзім жұмыртқа жемеймін. Қуырылған жұмыртқа болсын, андай түйірдей болсын, мен жұмыртқаға сондай тартпайды мені, мен жей алмаймын, өтпейді менің асқазаныма. Сосын мен бұрын әжем ауылда болғанда, сол әжемнің қолында өстім ғой, білесіздер. Сол әжем сондай кісі болған, жұмыртқа жей алмай отыратын. Мен өзім қазір таң қалам, қалай сол кісі жей алмайтын деп, мен таң қалатын сол кездері, баламыз ғой. Ал қазір өзім сол жұмыртқаны жей алмаймын. Мен балаларыма пісіріп беремін, бір түртіп кішкене ғана алам, менен өтпейді сол жұмыртқа. Сол жұмыртқаны, мысалы, қытырлақтарын жемеу керек екен. Біз оны да қалып қоймасын деп, асқазанымызға салып аламыз оның барлығын. Яғни ол біздің асқазанымызға әрине күш түсіреді, и біздің асқазанымыз ұзақ уақыт қорытады да, ол ауырсынады асқазанымыз. Сондықтан үнемі тамақты жегенде сезініп, асықпай, дәмімен жеуге тырысу керек. Тамақ туралы түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай біз энергияны қайдан аламыз? Келесі біздің алатын энергиямыз жалпы бізде мынандай бір
аяқталмай қалған істеріміз бар ғой, сол істерді аяқтаған кезде энергия келеді бізге. Мысалға, сіз бір кітап оқып жүрдіңіз, сосын тастап кеттіңіз, сол кітапты аяғына дейін оқыған жоқсыз. Содан кейін ол кітап туралы сіз ойлап жүресіз, мен ана кітапты аяғына дейін апармадым, апару керек еді, оқып тастау керек еді, аяғы не болды екен деген сияқты бір ойларда жүресіз. Оны сіз мысалға шын мәнінде біз қазір энергиямен жұмыс істеп жүргендіктен, миымызбен барлығымен біз саналы түрде біз оны ойламауымыз мүмкін, саналы түрде прямо мен соны істеймін деп, бірақ біз миымызда сол ой бәрібір келіп қала береді, үнемі келіп тұрады. Сол істемей қалғанымыз, біздің жасалмай қалғаны біздің миымызға автоматты түрде келіп тұрады. Біз оны бейсаналы түрде сеземіз. И сол істердің барлығын аяқтау керек. Сондай аяқталмай қалған істер, басталды, аяқталмады деген істердің барлығын аяқтаған кезде бізге энергия келеді. Яғни біз ол жерге энергиямызды сливать етпейміз. Ол үшін не істейді екен? Біз ол үшін, мысалы, аяқталмай қалған тапсырма болсын, сіздер аяқталмай қалған істеріңізді, әрекеттеріңізді бастап аяқталмаған барлығын тізім қылып жазып аласыз. Содан кейін сол тізім бойынша орындайсыз. Орындағаннан кейін, мысалға, кітапты оқып бітірдіңіз ба, галочка қоясыз, міне мен орындадым деп миыңызды сендіресіз. Егер мысалы сол кітапты оқымайтын болсаңыз, әрі қарай оқымаймын, енді маған керек емес, мен одан кітаптан пайдамды өзім алдым деп ойласаңыз, енді сіздің миыңыз біліп тұр ғой, сіз әлі оқып бітірмегеніңіз ол кітапты, сізге қайта сигнал беріп тұр, сол кітап біткен жоқ деп сізге. Ал сіз сол кезде өзіңізге, миыңызға айтасыз, мен мына кітапты енді соңына дейін оқымаймын, өйткені мен бұлдан керегімді алдым, бұл кітаптан керек нәрсемнің барлығын алдым, енді әрі қарай оқымаймын деп. Сол кезде ол миыңызға сигнал барады, сіз енді ол кітап туралы сізге қайта ой келе бермеу үшін. Яғни список жазып аласыз, тізімдерді, сол бойынша жұмыс жасайсыз. Істейтіндерді істеп аяқтайсыз, істемейтіндерді айтасыз, бұл маған керек емес деп тастап, мен бұны істемеймін деп кәдімгідей миыңызға көрсетесіз. Әрі қарай біздің келесі бізге энергияны беретін, бізге беретін көзі, бұл источник дейміз, бұл біздің мақсаттарымызға жетуіміз, мақсаттарымызды білуіміз. Қандай мақсатымыз бар біздің? Сол бізге энергия береді. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңыз айқын болса, қандай мақсатқа қарай жұмыс істеп жатқаныңызды біліп тұрсаңыз, сізге энергияңыз үсті-үстіне толыса түседі. Өйткені сіздің баратын жолыңыз анық. Сіз ойланбайсыз, мен ананы істеу керек едім, мынаны істеу керек едім деп жан-жақтан ойлар сізге келмейді. Сіз өзіңіздің мақсатыңызға қарай, яғни мақсат деген, сіз өзіңіздің мақсатыңызды жаздыңыз, мынаны істеймін деп, мақсат қылып қойдыңыз, арманыңызды мақсатқа айналдырдыңыз. Биылғы, мысалы, 25 жылдың жарты жылында осыны бітіремін деп, бір мақсатыңызды қойдыңыз. Содан кейін соған әрекет етуге не істейсіз? Міндетті түрде мақсат жазған кезде соны жазамыз. Арманмен айырмашылығы мақсаттың міне осы жерінде, біз мақсат жазған кезде соған әрекеттерді жазамыз. Не істейтінімізді әрі қарай, сол әрекет қандай қадам басамыз сол мақсатқа қарай. Соны жазамыз и соны күнделікті жасаймыз. Күнделікті сол мақсатқа қарай ақырын жүреміз. Сол міне осы мақсаттарыңызды айқындап біліп алғаннан кейін, яғни ол жерде жоспарлау кіреді, әрине. Жаңа күнделікті біздің жоспарлауымыз соның ішіне кіреді. Мақсаттарымыз біздің айқын болып, қайда бара жатқанымызды білген кезде, біздің энергиямыз сол жерге толыса түседі. Ал егер біз білмеген кезде, әрине, бізде шашырап кетеміз, ойымыз бары шашырап кетеді. Біз ешқандай да бір жетістікке жетпей жатқандай, өзіміз ештеңе қолымыздан келмейтіндей бір сезімдер оянып қалады осы сәттерде. Сондықтан яғни қорқыныш келеді, бізге сенімсіздік келеді, біз мақсатымызды білмеген кезде. Сондықтан міндетті түрде жаңа жылға жаңа мақсаттарыңызды толықтырып, жазып, көп жазудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Негізі ең басты деген мақсаттарыңызды жазып алсаңыздар болады. Әрі қарай келесі біздің энергияны толыстыратын біздің бұл өкпе реніштерден арылу керекпіз. Егер біз өкпе реніштердің барлығынан арылатын болсақ, біз ақырын өзімізге энергия толтырамыз. Бала кезімізден қалып қойған бір травмалар деп айтады, қазіргі психологтар, яғни бір оқиғалар естеріңізде қалып қойған, бір қатты бір әсер еткен сәттер өзіңізге. Осылардың барлығынан
ақырын арылу керек. Сол кезде, содан біз арылған кезде біз өзімізге жаңа энергия аламыз. Және ең соңғысы, 5-ші деп айтамын, бұл біздің спортпен айналысуымыз. Жаңа біз жасадық, ояну техникасын жасадық, қозғалдық, тыныс алу жаттығуын жасаған кезде де біз өзімізге, ағзамызға спортпен, ол спорттың бір түрі ғой, ол да мысалы тыныс алу кезінде біз өзіміздің кез келген спортпен айналысқан адамдар тыныс алу жаттығуын жасайды. Білесіздер оны, дем шығару, дем тарту дегенді олар әрбір әрекет істеген кезде қолданады. Сондықтан міне спортпен айналысу бұл өте ерекше энергия береді. Үнемі айтамын мен, спортпен айналысу дегенде бұл біз барып жүгіру міндетті түрде, немесе спорт залға барып ауыр нелерді көтеру емес, гирларды. Бізде ол спортпен айналысу деген біз күнделікті, біз әйел адамдарға бұл бізге жүру, таңғы жүру, немесе күндіз жүру, таңғы жаттығу, мысалы йога жасайтын болсаңыз, йога жасаңыз, зумба билейтін болсаңыз, зумба билеңіз. Мен берген 6 минуттық жаттығулар болса, соны жасаңыз, осанкаларға жаттығу жасауға болады. Міне осылардың барлығы бізде спортқа жатады. Ол бізге кез келген осындай жаттығулар жасағаннан кейін ол сізге энергия береді. Біз сол кезде өзіміздің энергиямыздың толысқанын, әрі қарай келесі әрекеттерді жасауға ұмтылып тұрғанымызды сеземіз. Бұл бізге энергия беретіндер. Ал не бізге энергияны алады? Ол туралы мен видео салып қойған болатынмын. Яғни ол біздің энергиямыз қайда кетеді? Ол біздің жаңағы айтылғандай аяқталмай қалған істеріміз, біреулермен сөздеріміз аяқталмай қалған, бір оқиғалар аяқталмай қалған, бір подружкаларыңызбен болсын, мамамызбен болсын, немесе туған туысқандармен болсын, бір өзіңіздің айтпай қалған, айтам деп сол жерде былай айту керек еді, былай деп айту керек еді деп, сіздің өзіңіздің миыңызда сондай бір қарсылықтар, бір ойлар жүрсе, яғни ол сізге айтылмай қалған, сіздің көкейіңізде жүрген сөздеріңіз, ойларыңыз, егер сіз оны біреуге тапсырма, бұл егер сондай бір әрекеттер болса, сізге айтылмай қалған, миыңызда өзіңіз сезесіз, біреумен ұрысып жүресіз постоянно, былай айту керек еді деп ойлап жүресіз. Сол кездерде осылардың барлығын жазасыз, міндетті түрде қағазға жазасыз. Егер сіз ол кісімен сөйлесіп, былай соны конфликтті мысалы шеше алмайтын болсаңыз, егер сіз айтқым келмейді, ол мен не сезінгенімді білмей ақ қойсын десеңіз, міндетті түрде фрирайтинг техникасын қолданамыз. Еркін жазу, сол жерде өздеріңіздің жаңағы адаммен болған конфликтта сіз не сезіндіңіз, не айтқыңыз келді сол адамға, соның барлығын жазып тастайсыз, міндетті түрде. Сол кезде сіздің энергияңыз сол жаққа кетпейтін болады. Сол ойларға кетпейтін болады. Міндетті түрде хат жазасыз, солай өзіңізге хат жазасыз, және де фрирайтинг техникасы бойынша өзіңіздің ойларыңызды қағазға түсіресіз, барлық ойларыңызды. Кез келген нәрсенің осындай ойлардың шешімі болады. Әрі қарай біздің энергиямызды алатын дүние, ол біздің позициямыз, білесіздер деп ойлаймын. Біздің қазіргі кезде адамдарды 3 позицияға бөледі, ересек адамдарды, бала позициясы, ата-ана позициясында және ересек адамдар позициясында. Үнемі біз бала позициясында жүрген кезде хочу дейміз, бірақ істемейтін болсақ, сол хочуларымызды, сол кезде біз бала сияқты сол бір күйде қалып қоямыз. Яғни бізде ол кезде ақша міндетті болмайды, бізде ақша болмайды. Өйткені біз бала сияқты істейміз деп ойлаймыз, бастаймыз, сол кезде олардың барлығы қалып қояды. Біз жауапкершілік алмаймыз. Марафонға қатысқан кезде қыздардың барлығы да келген кезде, мен күшті қатысқым келеді, көргім келеді, үйренгім келеді деп айтады. Бірақ олар көп жағдайда бала позициясында қалып қояды. Хочет, бәрін хочу дейді, бірақ жауапкершілік алып, қолға жауапкершілігін алып істемейді. Ал кім мұнда, мысалы қасымызда отырған қазір қыздар көріп отырмыз, 4 адам отырмыз. Яғни жауапкершілігін алған адамдар, ол ересек позициясындамыз біз. Яғни біз өз-өзіміздің өмірімізге жауап бере аламыз.
өз әрекеттерімізге жауап бере аламыз. Мынау энергиямызды сол мысалы хочу деп ойлаған адамдар энергияларын көп сливать етеді. Сол өйткені олар ойлайды, блин, мен ана қатысам деп едім, қатыспай қалдым, көре алмай қалдым, көру керек еді, уақыт табу керек еді, уақытым жоқ деген сияқты ойларды айтады да, көп сөздер, сондай сөздерді айтады. И сол кезде олардың энергиясы сол жаққа сливаться етеді. Олар жаңа мүмкіндіктерге, жаңа былай өзгеріске дайын болмай қалады сол кезде. Ата ана позициясында да дәл солай, яғни біреуге үнемі ақыл айтып, біреуді түзеп жүру біз үшін өте минус. Бұл біздің ата ана позициясына түсіп кетеміз, біреулерді ақыл айтқан кезде, яғни біреудің шекарасына кіріп кетеміз. Бір адамның мысалы сен былай істе, сөйту керек еді, бүйту керек еді деп біз көп ақыл айтып кетеміз ғой кей кездерде. Мамаларымызға айтып кетеміз, былай істемедің бе деген сияқты. Яғни бұл жерде таңдауды әр адамның өзіне қалдыру керек. Әрбіріміз ересек адамбыз. Мысалы, сол ақыл айтып тұрған кісіміз, мысалы, оның өз таңдауы бар. Сондықтан біз оны таңдауын өзіне қалдыру керекпіз. Жалпы, түсінікті болды деп ойлаймын. Менің телефоным зарядкаланбай қалыпты, кешірім сұраймын. 10% қалды менде. Жалпы энергияның қайда кететіні туралы мен сіздерге телеграм каналға жіберемін тағы да ақпараттарды. Не істейміз? Тапсырма. Не істейміз? Осындай ойлардан арылуға тырысамыз, иә? Сіздерге тапсырма, мынау өткенді ойлау, болашақты ойлау дегенді азайтамыз. Өздерімізге мынандай режим қалыптастырамыз. Мысалға, сіз бір нәрсе істеп жатасыз, тамақ пісіріп жатасыз, и сіз өткеніңізді ойлап тұрасыз, өткендегі бір болған оқиғаларды. Сіз оны саналы түрде сезінбей қалуыңыз мүмкін. И сіз соны мысалға сезіп қалған кезде, мен өткенімді ойлап жатырмын ғой деп. Сол кезде хоп деп ұстап аласыз да өзіңізді. Өзіңізге айтасыз, стоп, тоқта деп. Стоп техникасы деген бар ғой бізде. Сол стоп деп айтасыз. Мен оны ойламаймын деп. Қазіргі сәттегі мынау тамақта пісіріп жатсыз ғой, сол сәтке назар аударасыз. Тамағының түсі қандай болып шығып жатыр, немесе тамағы дәмді болып жатыр ма, қалай турадыңыз, мысалға морковь, сарымсақты қалай турадыңыз, сол сәтке, нақты сол бір сәтке назар аударасыз. Немесе тағы да жұмыс істеп жатқанда болашағыңызды ойлап кеттіңіз ба, алдағы уақытта анау бірдеңе болады, онда болса былай болуы мүмкін, мен былай деп айтарым, дайындалып жүрсіз да, алдын ала уже мен сол былай деп айтса, мен оған былай деп айтамын деп. Сондай бір моменттарды өздеріңіз ұстап аласыздар. Міндетті түрде. Ондай менің өзімде де болады, мен сонымен көп жұмыс жасаймын. Мен уже сеземін, мен уже өткенді ойлап жатырмын, тоқта деп өзіме солай айтамын, стоп деп айтам. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүремін деп. Өйткені кез келген арман осы сәтте ғана орындалады. Осы шақта орындалады. Осы сәтте. Өйткені бізде болашаққа барған кезде, өткенге біз қайтып бара алмаймыз. Болашаққа барған кезде ол да дәл осы сәт болады. Осы шақ болады. Дәл осы шақ. Сондықтан осы бір сәтті, осы шақты пайдаланып, сол сәттен ләззат алып үйренеміз. Сол сәтте ғана өмір сүруді үйренеміз. Осы сәтте ғана. Соны өздеріңізге жасап аласыздар. Стоп деп тоқтатасыздар. Өздеріңіз осылай уақытты қарап отырып, тәрбиелейсіздер. Өздеріңізбен жұмыс жасайсыздар. Бұл өте керемет. Сол кезде сіз айналаңыздағы барлық кереметтерді, жақсыларды, адамдардың да жақсы қасиеттерін барлығын көре бастайсыз осындай сәттерде. Енді мен сіздермен қоштасамын. Екі түрлі тапсырма бердім, иә. Біріншісі сол өздеріңіз ойларыңызды қағып алып, солар ұстап алып жүресіздер. Өз-өзіңіздермен ойларыңызға фильтр жасайсыздар миларыңызға, иә. Келесі, екінші тапсырма бердім, басында айтып өттім. Список құрып, аяқталмай қалған істеріңізді жазып, соларды аяқтайтын болсаңыз, аяқтаймын деп істейсіз, аяқтайсыз, немесе аяқталмайды, бұл маған керек емес деп миымызға сигнал береміз. Осы екі тапсырманы орындаңыздар. Бүгін мен сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін бізде бейсенбі берекелі күн дейді, бейсенбі берекелі күн дейді. Күндеріңіз берекелі болсын. Өздеріңізбен жасап жатқан жұмыстарыңыз сәтті болсын. Өздеріңіз зерттеңіздер. Өздеріңіз қалай айтсам екен, ләззат алыңыздар, өздеріңіздің бір керемет екендеріңізді сезініңіздер. Өмірдің бір ғажайыбы біз ғана екенімізді, өзіміз ғана екенімізді сезінейік.
күндеріңіз берекелі болсын, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар. Енді зарядкам бітті. Кәдімгі тоқтата қояйын.